Жарты шеңбердің ішінде орналасқан квадраттың ауданы 3-ке тең, ЕФ кесіндісін табу керек. Бұл есепте осы биыл квал тестте келген есеп. Ендеше квадраттың ауданның формуласы а квадрат, оны теңестіреміз 3-ке. Сонда а дегеніміз бізде түбір астында 3 болады. Енді жарты шеңбердің радиусын табу үшін квадраттың диагоналын жүргізем. Ол бізде радиус болады. Енді мынау кесінде түбір астында 3, мына кесінде түбір астында 3. Ендеше Пифагор теоремасы арқылы r-ді табуға болады, немесе квадраттың диагоналының формуласы а түбір асты 2. Енді а дегеніміз түбір астында 3, көбейтілген түбір астында 2, түбір астында 6. Так, радиусы бізде түбір астында 6 болды. Демек, мынау да бізде түбір астында 6. Бақананы өшіре тұрайық. Енді еден кесінді жүргізем. Бұны d деп белгілесем, онда мына бұрыштық болады, және мына бұрыштық болады. Енді мынаны k деп белгілесем, мына бізде түбір астында 3. Ендеше fk-ны Пифагор теоремасы арқылы таба аламын. Kf тең түбір астында. Түбір асты 3-тің квадраты 3, түбір асты 6-тың квадраты 6. Демек, түбір астында 9, бізде 3-ке тең. Kf табылды. Ол 3-ке тең. Енді df таба салайық. df неге тең? Ол бізде диаметр ғой. 2 түбір астында 6-ға тең. Енді мұқият қараймыз. Осы жерде 2 ұқсас үшбұрышты көріп тұрмыз. Олар жаза салайын. Үшбұрыш DEF және үшбұрыш KOF. Так, бұл 2 үшбұрыш не үшін ұқсас? Соны түсіндіре кетейін. Біріншіден 2 бұрыш тең. Тік бұрыш болғандықтан. Екіншіден F бұрышы 2 үшбұрышқа да ортақ. Енді осымен ақ 2 үшбұрыштың ұқсастығы шығады. Енді одан бөлек үшінші бұрыштарды көрсетейік. Яғни үлкен үшбұрыштың мына бұрышы мен кіші үшбұрыштың мына бұрышы тең болады. Ендеше бұл 2 үшбұрыш ұқсас болса, онда олардың сәйкес қабырғалардың қатынасы тең болады. Үлкен үшбұрыштың гипотенузасының, яғни DF-тің, кіші үшбұрыштың гипотенузасы KF-ке қатынасы, енді үлкен үшбұрыштың жасыл бұрышқа қарсы жатқан EF қабырғасы, кіші үшбұрыштың жасыл бұрышқа қарсы жатқан OF қабырғасына қатынасына тең. Енді орын-орнына қоя салайық. DF дегеніміз бізде 2 түбір астында 6, KF дегеніміз бізде 3, EF соны табу керек белгісіз, ал OF дегеніміз бізде түбір астында 6. Ендеше EF тең 2 түбір астында 6 көбейтілген түбір астында 6 бөлінген 3 болады. Түбір асты 6 бізде 6, 12-ге көбейтеміз 12, 12-ні 3-ке бөлеміз 4 болады. Жауабы бізде 4. Есебін olsa лайк басып комментарий жазамыз.